Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздерге осындай қосу және азайтуға байланысты, яғни бастауыш сыныптарға арналған, бірінші, екінші сыныптар оқушыларына арналған осындай интеллектуалды ойынды көрсетемін. Жалпы бұл шаблонда жалпы қазіргі уақытта 10 сұрақтан тұрады. Енді оның сұрақтарын қалай көбейтеді, оны да барлығын көрсетемін. Алдымен ойынды ойнатуды көрсетейін. Пока слайд арқылы ашамыз. Сначала деп. Ойынды ашқаннан кейін осылай ашылады. Одан кейін бастау деген батырмамен бастаймыз. Осылай ашылады. Енді оқушылар айтады, мысалы 8-ге 8-ді қоссақ қанша? Мысалы, мына жерде қате жауаптарды басқан кезде осындай шығады. Ал дұрыс жауапқа басатын болса, осындай орнына келіп осылай өтеді. Енді қалғандарын да көрейік. Осылай өтеді. Мысалы, екіншіне қосатын болсақ 10 деген сияқты. Келесі бізде 21-ге 7-ні қосамыз, ол 28. Бұны енді мен қазір дұрыстап қояйын. Так, мынау бізде 28 2 рет болып қалған екен. 29 деп қоя саламыз. Енді соны дәл өзін ашам. Ана жерде өзгерді қазір. 29. Келесі 3 дейді, бізде 0,3 болады. Келесі 21 дейді, мысалы. Осындай ойын. Енді бұл жерде қалай не қыламыз, сұрақтарды қалай көбейтеміз, сандарды қалай өзгертеміз, соны көрсетейін. Мына жерде 8-ге 8-ді қосу деп тұр. Осыны өзгерту керек болса 9 деп қоямыз. Мысалы 9 болсын осы. 8-ге 8-ді қоссақ қанша? 16. Осы жерде дұрыс жауап мына жерде тұр. Яғни осыны өзгерту керек. Именно 16 емес, енді 17 болды. Яғни сол кезде нағаны басқан кезде, нағаны басқан кезде осы дұрыс жауап болады. Тура солай мына жердегі нелерді өзгертіп шықсаңыздар болады. Және осылар қалып, тағы да көбейту керек болса, мына слайдты дублировать слайд етеміз. Барлығы қарапайым, өте оңай өзгертуге. Мысалы 9-ға 13-ті қосамыз. 9-ға 13-ті қоссаң қанша? 22. Енді осы жерде 22 дегеніміз мына жерде тұр. 22 мынау дұрыс жауап осы жерде болу керек. Мына жерге кез келген санды жазып, қосу немесе азайту жазғаннан кейін дұрыс жауабын мына жерге жазамыз. Болды. Қалғандарында варианттарын өзгертіп шығара аласыздар, өзгертесіздер, и осылай ашып, сохранить етесіздер и ойната бересіздер. Яғни балдар өздері шығып та былай басып ойнаса болады, немесе сіздер басып отырсаңыздар да болады. Енді мына жерде переходты енді ол түсінікті, мына жерден ауыстырып кез келген өзіңіз переходты қоя бересіздер. Ол жағы қиын емес, былай ауысып отырады. Сұрақтарын қоюды көрсеттім, түсінікті деп ойлаймын. Яғни дұрыс жауап қай жерде болса, сол жерден келу керек. Мынаны барлығы өшеді, өзгереді, қарапайым, өте түсінікті деп ойлаймын мына шаблон. Осы ойынды алыңыздар, сабақтарыңызды қолданыңыздар. Назарларыңызға рахмет.